бірінші ойлайтын мәселе бұл бағдарламадан халық селе ма, бұл бағдарламаға жеке компания сене ма, келе ма, келмей ма. Бүгін біздің айтып отырмыз ғой, 120 түгел Қазақстан бойынша компаниялар келіп отыр, бірге жұмыс жасайық деп. Бұл ең бірінші біздің өзіміздің команда мәселе. Жұмыс бойынша біз жаңа айтып отырмыз ғой, Қазақстан түгел аралап шыққанбыз. Өзіміздің осы бағдарламаның бәрін түсіндіріп, жеке компаниямен кездесіп, содан кейін бізде мысалы осы жерде компаниямыздың есік өмір бағы ашық. Қандай компания келем десе, қандай анықтама керек болса, айына біздің интернет сайтына 25 мың адам кіреді екен. Біз жұмысты бастағанда 2 мың болған. Ол да үлкен сенім ғой. Біздің істеп жатқан жұмыстарымыз бәрі ашық болу керек. Ертең әр пәтер алған азаматтың әрқайсысын айтуымыз керек, ашық болу керек. Ертең мына пәтерлерді таратқанда бір әңгіме болмау керек. Бәрі жұмыс жасаған жұмыстарымыз таза болу керек. Сол менің мақсатым, сол біздің қойып жатқан мәселелеріміз, қойып жатқан жұмыстарымызды дұрыстап атқаруымыз керек. Сонда қазір біз үкіметке де бердік, мысалы мына бірінші әкімшіліктер қарап, керек болса әкімшіліктер өздері қарап бізге тізім берсін. Қаражатты осы бағдарлама көтере алмайтын болса, онда біз бос қалған пәтерлер интернет арқылы берейін деп жатырмыз. Үйді тапсырғаннан кейін бір қателік шықса, ол құрылыстың компанияның дұрыс жасамаған жұмыстар, терезе ма, есік сынып кете ма, компания арқылы дұрыс жұмыс жасамаса, олар өздері келіп дұрыстау керек. Бірақ мысалы тұрып жатқан азаматтар өздері бірдеме сындырса, оны ешкім істемейді. Мысалы мынарда терезе дұрыс жаппаса, жабылып алмаса, су ақса бір жерден, соны оның бәрін дұрыстайтын құрылыс компания келіп бәрін дұрыстап қоятын. Ол бір жылдай бір гарант болу керек деп біздің осындай ойымыз бар.